Сөздердің мағынасын ашуды ары қарай жалғастырамыз. Келесі сөз нәубет. Нәубет дегеніміздің негізгі мағынасы апат, кесапат, ауыртпалық, қиыншылық деген мағынада қолданылады. Нақақтан, бекерден бекер, жазықсыздан жазықсыз деген мағынада қолданылады. Захар, бұл араптың сөзі уын шашу. Жаны сірі, асқан қиындыққа өте төзімді адамдарды айтамыз. Жаны сірі адам екен деп. Жамалы. Жамалы деген беті, жүзі, көркі деген мағынада қолданылады. Ғазал. Бұл араптың сөзі. Негізінен кемі 3, көбі 12 бәйттен түзелетін бірыңғай ұйқасты өлеңді айтамыз ғазал деп. Атойлап. Атойлап деген ұрандап, айқайлап, жауға шабуыл жасау деген мағынада қолданылады. Келесі соңғы сөз тас түйін. Ерік жігерін жинау деген мағынада қолданылады. Қазақ тілінде кейбір сөздердің мән мағынасын өз бетімізше біліп жүрейік.